Темекінің Қазақстан мемлекетіндегі тауқыметі. Қазақстан халқының 27%, яғни 4 миллион адам темекі тартады. Тағы да сіздерге ескертіп айтайын, бұл 2011 жылғы есеп бойынша айтылып жатқан дүние. Осы 4 миллионның 600 мыңнан астамы қыз келіншек болса, 120 мыңы 13 және 15 жас аралығындағы жас өспірімдер. Отандастарымыздың басым бөлігі 20-ға толмай жатып, шылымның дәмін татады екен. Сорақысы сол, елімізде жылына 25 мың күн сайын 70 адам темекінің кесірінен туындаған дерттерден о дүниелік болады екен. Қазақстандағы ерлердің 45, ал әйелдердің 8%-ы темекіге әуес болған. Алматыда бір мезгілде 350 мың адам шылым шегетін көрінеді. Қазақстандықтар жыл сайын 400 миллион доллардың темекісін шегеді екен. Біздің еліміз темекі тарту жөнінен әлемде 13-ші орында тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы темекі шегушілердің есебінен 2020 жылы онкологиялық дерттер әлем елдерінде, оның ішінде Қазақстанда өте жоғары деңгейде өседі деген пікірде. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне қарағанда, 21 ғасырда жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам ажалын темекі шегудің салдарынан туындайтын аурулардан таппақ дейді. Ал әлемде сағатына шылым шегудің кесірінен 560 адам көз жұмса, оның 3-і Қазақстан азаматтары екен. Еліміздегі 12 мен 14 жас аралығындағы балалардың 10%, 15 және 17 жас аралығындағы жас өспірімдердің 21%, 18 және 19 жастағы жастардың 32%, 20 мен 29 жастағы адамдардың 39%-ы шылым шегуге әуестенген адамдар. Ал 29 мен 59 жас аралығындағы еңбекке жарамды деген қалалық жерде тұратын ер адамдардың 62%-ы және ауылдық жерлерде тұратын адамдардың 65%-ы көк түтінді серік еткен. Сондай-ақ қалаларда туу жасындағы әйел адамдардың 8%-ы, ауылда тұратындардың 7%-ы темекі тартуға машықтанған. Темекі орыстың рулеткасынан да қауіпті дейді. Түркиядағы Қажетепе университеті медицина факультетінің оқытушысы профессор Назми Билер деген кісі темекіден өлу ықтималы орыс рулеткасынан өлу ықтималынан көбірек деген екен. Профессор Билер мырза рулеткада өлу ықтималының 6/1, темекіде болса 6/3 екенін атап көрсеткен. Егер жарнамалық тұрғыда насихат жасауға тыйым салынбайтын болса, ғасырдың соңына дейін 1 миллиард пенде темекінің құрбанына айналады дейді. Темекі адамдардың өліміне себеп бола тұра, заң жүзінде тұтынуға рұқсат етілген әлемдегі жалғыз өнім. Езуіне шылым қыстырғандардың 3/1, кейде тіпті тең жартысы ажалынан 15 жыл бұрын өледі екен. Темекі тартатын адам күніге орта есеппен 200 рет, айына 6 мың рет, жылына 72 мың рет ішке түтін тартса, ал 45 жастағы адам өмір бойына орташа 2 миллион рет темекі тартады дейді. Қызығы сол, темекі шегуді о баста ойнап бастаған 100 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылымқорға айналады.